13-ші есепте бізде интеграл x e-нің x квадрат дәрежесі dx. Мынаның анықталмаған, мынау функцияның анықталмаған интегралын не істеу керек, табу керек. Айнымалыны алмастыру тәсілін не істеп көрейік, қолданып көрейік. X квадратты u деп белгілейік. X квадратты u деп белгілесек. Онда du неге тең болады? D x квадратқа тең болады ғой. Бұл 2x dx-қа тең ба? X квадраттың туындысы 2x көбейтілген dx болады, иә? Бізде x бар, ал 2 жетіспейді. Онда x тең ол... Онда мына не істеуге болады? Бөлу 2. Я, бөлу 2. 2-ден 1 интеграл 2x e-нің x квадрат дәрежесі dx деп болады, мына e-нің x квадрат дәрежесі. Тең. Енді мына алмастыруды не істейміз, қолданамыз. 2-ден 1 интеграл e-нің x квадрат дәрежесі не болады? E-нің u дәрежесі. 2x dx. 2x dx неге тең болады? du-ға тең болады. Енді бұл неге тең? E-нің u дәрежесі плюс c. E-нің x квадраты. Тең 2-ден 1 e-нің x квадрат дәрежесі плюс c. Жауабы осы болады. 14 шықты. 14 шықты ма? 15 шықты дейсіңдер, 16 ше? 16-ны 15 шықты ма, шықпады ма? 15 шарп көрейік қазір бірінші. Осындай жолды қолданды. 15-ші есепте интеграл x dx турасында 4 минус x квадрат берілген, е? Тыныш. Осындай ғой. Енді мынау қазір x-қа 2-ні көбейтіп, қайттан 2-ден 1-ге көбейтсек ештеңе өзгермейді ғой. Ал 2x dx ол уже мына жерде неге тең екенін көрініп тұр ма? dx квадратқа тең ғой. dx квадратқа тең. x квадратты сонда не істеу болады? Т деп алсақ болады ғой. Иә? Алмастырып. Даже 4 минус x квадратты u деп алсақ болады. Өйткені 4 тұрақты сан, оның туындысы бәріне өкетеді, 0 өкетеді. Қазір біз былай істейік, 4 алынған x квадратты u деп алайық. Алмастырайық та, сондай алмастырып жасайық. 4 алынған x квадратты т дейміз ба, мейлі, т дейік. Онда dt неге тең болады? d 4 минус x квадрат неге тең болады бұл? Минус 2x dx. Минус 2x dx-қа тең болады, е? 4 минус x квадраттың туындысы неге тең? 4-дің туындысы 0, минус x квадраттың туындысы минус 2x болмай ма? Сондықтан минус 2x dx болады. Енді бізде минус 2 жетіспейді мына жерде. Сондықтан біз x-ті минус 2-ге көбейтіп, сосын минус 2-ден 1-ге көбейтсек болады ғой. Минус 2-ден 1 көбейтілген интеграл минус 2x dx бөлінген интеграл 4 минус x квадрат. Тең. Минус 2-ден 1. Енді алмастырып жасаймыз, е? dt бөлінген не? Түбірасында т, е. Ана ойырды минус 2x болмайды ғой? Қай жерде, мына жерде ма? Неге біз минус 2-ден 1-ге көбейттік, мынантта минус 2-ге көбейт орнында? Минус 2-ден 1 мен минус 2-ге көбейтсең қысқарып кетеді де жоқ кетеді, екеу. Енді мынаны бірден неге тең екенін таба аламыз. 2 түбірасында т дұрыс айтасың. Минус 2-ден 1 көбейтілген 2 түбірасында т. Плюс c. Тең. Минус 2 мен минус 2 не істейді? Қысқарады. Минус түбірасында т плюс c.
Арға енді t-ның орнына нені қоямыз? 4 алынған x квадратты қоямыз. Минус тубырасында 4 алынған x квадрат плюс c. Артындағы жауаппен осындай ма? Бірдей болды ма? Бір тексеріп көріңдер. Сұрақ бар ма бұдан? Тағыдан қандай есеп? 16 шарт қойымыз ба? 16 есепте интеграл 3 дәрежелі турасында арк тангенс x бөлімінде 1 плюс x квадрат, е? Ал 1 плюс x квадрат жаңағы арк тангенс x-ның квадрат несі арк тангенс x-ның туындысы неге тең? 1 бөлінген x квадрат плюс арк тангенс x кесте беріп едім ғой мен кеше, е? 1 бөлінген x квадрат плюс 1. Сонда қараңдар, dx бөлінген 1 плюс x квадрат, сендер уже көріп тұрсыңдар, что ол d арк тангенс x-қа тең, е? Мен қазір былай айнымалыны енгізгеннен бұрын былай деп жазып алсам, түсінікті бола ма? 3 дәрежелі турасында арк тангенс x d жақшаның ішінде арк тангенс x десем. d арк тангенс x, ол арк тангенс x-ның туындысы көйтілген dx қой. Уже бұл дайын болып тұр да қазір. Енді осы жерде біз арк тангенс x-ті t деп белгілеп алсақ, онда мынау интегралымыз бізде 3 дәрежелі турасында t dt болады. Түсінікті ғой, біз бір жерде dt неге тең болады деп қарастырған жоқпыз, бірден d-ның астына салып жіберіп орнына қойып жатырмыз. Мына жерде сұрақ бар ма? Ары қарай интеграл t-ның 3-тен 1 дәрежесі dt тең бөлшек t асықпай жазайық, t 3-тен 1 қосылған 1, 3-тен 1 қосылған 1 плюс t тең. Нәрде не болады? 3 t-ның 4 бөлінген 3 дәрежесі бөлінген 4 болады ғой, е? Плюс t тең 3 4 бөлінген t-ның орнына нені қоямыз? Арк тангенс x-ті қоямыз. Арк тангенс x-тің 4-тен 3 дәрежесі плюс t. Үстіп қалдырсақ та болады, түбірмен жазып көрсетсек те болады. Түбірмен жазып көрсетіп керек па, керек емес па?